Сәлем жасайық. Бүгін біз кедергі және кедергілер жалғау атты тақырыпқа келген бір есепті талайтын боламыз. Сонымен кеттік. Кедергілері 1 ом, 5 ом және 6 ом үш өткізгіш өзара тізбектей жалғанса. Тізбектей жалғанса деп келтірген екен. Осы тізбектің жалпы кедергісін сұрап отыр. Жалпы тізбектей жалғаған кезде ток күші тұрақты екенін ескереміз. Ток күші тұрақты болатын болса, олардың жалпы кернеуі U1 қосу U2 ары қарай кете береді. Яғни қосу UN деп келтірейік. Яғни біз ом заңын білеміз ғой. U тең болады, I көбейтілген R десек, демек біздің R жалпымыз тең болып кетеді. R1 қосамыз R2. Яғни бізде үшеу болған себепті, енді үшеуін осылай тізіп жаза қойық. Сонда бізде 1 қосамыз 5 қосамыз 6 тең 12. Әрине кедергінің өлшем бөлігі 10 болады. Сонда жауабымыз G, және тек қана G жауап үшін біз плюс 2 балл алып кетеді дегенбіз. Талдау ұнаған болса достармен бөліс, лайк басуды ұмытпа. Келесі талдаулары кескенше.